Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен өзімнің каналымда өте керемет рецептпен сіздермен бөліскелі тұрмын. Ешқандай да дрожждың көмегінсіз осы нандарды табиғи ашытқының көмегімен өзіміздің ағзамызға пайдалы етіп жасап көрсететін боламын. Ол үшін менімен бірге видеоның соңына дейін тамашалап, менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер достар. Ең алдымен осындай бөлме температурасындағы салқындау сүтімізді ыдысымызға құйып алатын боламыз. Бізде закваска ыстықты ұнатпайды, сол үшін барлық нәрсеміз салқын болу қажет. Ал мынау біздің табиғи ашытқымыз, яғни біздің нанымыздың жүрегі болып табылады. Біз осыны дрожждың орнына пайдаланатын боламыз, табиғи ашытқаны. Енді осылардың үстіне кішкене тұзымызды салатын боламыз. Және де қантымызды салып алатын боламыз. 30-40 граммдай мен сіздерге қанша мөлшер керек екенін астына жазып кететін боламын. Енді осыларымыздың үстіне сары майымызды немесе сұйық майда бола береді, менде топленый май. Осыны салып, үстіне 10 граммдай майонез салып жіберетін боламыз. Енді осылардың үстіне тағы бір жұмыртқамызды бөліп салып алатын боламыз. Барлығын жақсылап, осылай венчикпен немесе вилканың көмегімен араластыра алсаңыздар болады. Дайын болған сұйықтығымызға ұнымызды салып, қолымыздың көмегімен жұмсақ етіп қамырымызды илеп алатын боламыз. Қамырымыз иленгеннен кейін осы ыдысымызды тазалап жуып, астына осылай майымызды жағып қойсақ болады. Себебі үшін қазір нанымызды қайырған кезде ыдысымызға жабысып қалмас үшін. Мінекей қыздар, менің қамырым жұмсақ болып иленді, ыдысыма салдым. Енді осыны бөлме температурасына жарты сағатқа қоямын. Осылай созған кезде созылып тұру үшін, июі қану үшін қоятын боламыз. Мінекей қыздар, менде жарты сағат өтті. Қараңыздаршы, қамырымыз қандай созылғыш болып тұр. Енді осыны осылай жан жағынан созып, осылайынан қайырып, тағы да бір жарты сағатқа қойып қоятын боламыз, бетін жауып. Мінекей достар, мынау менде екінші жарты сағатым. Осылайынан тағы да созып, ішке қарай қайырып қоятын боламыз. Бізде бұл процесс өте қажет, ашу процесіне өте керек процесс болып табылады. Енді осы қамырымызды 2 сағатқа бөлме температурасына ашуға қоятын боламыз. Мынау менде 2 сағаттан кейінгі процесс. Қамырым жақсы болып көтерілген, арасында шариктер жарылып жатыр. Ол шариктер бізге қажет емес, оларды жарып тастайтын боламыз. Енді осы қамырымыздан өзімізге қажетті нанымыздың формасын жасап қоятын боламыз. Мен жартысына осындай 2 бөлікті лепешка шығардым. Екеуін осылайынан домалақтап, бөлме температурасына бір жарты сағатқа қойып қойдым. Ал мынау қалған жартысынан бауырсақ жасайтын боламын. Бауырсақ жасағанша 2 лепешкамды кішкене демалдырып, көтерілгенге дейін қойып қоятын боламын. Сіздерде өз қалауларыңызша қамырларыңыздан барлығынан лепешка немесе барлығынан осындай бауырсақ пісіріп тастасаңыздар болады. Мен 2 түрін жасап жатырмын. Бұл тесто бізде универсал, барлығына кете беретін тесто. Енді осы бауырсағымыз піскенше біздің қамырымыз, лепешкаларымыз көтеріліп жатыр. Қазір сіздермен керемет дәмі ауызда еритін бауырсағымызды пісіріп алатын боламыз. Бауырсағымыздың қамырын дәл осылай етіп, күнделікті бауырсаққа жайып кесіп жүргенде етіп, кесіп алатын боламыз. Тағыны қызып тұрған майымызға салып, екі бетін ауыстырып пісіріп алатын боламыз. Мен бауырсағымды пісіріп алам дегенше, жаңағы менің дайындап қойған лепешкаларымның формасы көтеріліпті. Енді осыны осылайынан жан-жағынан кесіп, қолымыздың көмегімен ортасын лепешканың көлемінде етіп ашатын боламыз. Жабысып жатса, қолдарыңызды сулап немесе майлап алсаңыздар болады. Енді осылардың үстіне бір жұмыртқамызбен кішкене сүтімізді араластырып, осылай бетіне жылтырау үшін жағып шығатын боламыз. Бетіне сәндік үшін осылай мен сияқты күнжіт сепсеңіздер де болады, немесе сеппесеңіздер де болады. Енді осы нандарымызды қызып тұрған пешімізде 180 градуста 35 минуттай беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Ал мен сіздерге осы лепешкаларымыз біздің піскенше жаңағы ең бірінші пісірген бауырсағымызды қазір көрсететін боламын, қалай дайын болғанын.
Мінекей достар, мынау біздің жаңағы бірінші пісірген бауырсақтарымыз өте керемет, сондай жұп-жұмсақ болып тұр. Дәмі ауызда ериді. Сіздер де дәл осы рецепті сақтап алып, үйдегі отбасыларыңызға пайдалы нанды жасап беріңіздер, достар. Ал егер де табиғи ашытқымыздың жасалу жолын білмесеңіздер, достар, менің каналымда тұр, видеолар қатарына кіріп, табиғи ашытқының жасалу жолын көріп үйреніп алсаңыздар болады. Ал менің мына ыстық лепешкаларымда қазір ғана оттан шықты. Қараңыздаршы, өте керемет. Иісі деген бүкіл үйді алып жатыр. Сіздер де дәл осылай ағзаларыңызға пайдалы нанды жасап жеңіздер, қыздар. Ал мен сіздерге қазір нанымның ортасын кесіп көрсететін боламын. Ешқандай да шикі емес. Қараңыздаршы, өте керемет болып піскен табиғи ашытқыдан ағзамызға осындай пайдалы нандарды жасап жеп үйреніңіздер сіздер де. Ал мен сіздермен келесі осындай керемет рецепттермен кездескенше қоштасамын. Ал сіздерге менің видео рецептім ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.